Сәлеметсіздер ме? Білім сүйер қауым, бүгін біз комбинаторика бөлімінің санның факториалы алмастырулар мен орналастырулар тақырыбына есеп талдайтын боламыз. Яғни мектеп баспасы Әбілқасымова оқулығының 8-1, 8-7 есебіне есептерін есептейміз. Ал кеттік, бастайық. 8-1. n элементтен тұратын қайталанбайтын алмастырулар саны қандай формуламен есептеледі делінген. Оның формуласы Pn тең n факториал болады. Ал екіншісі n элементтен тұратын қайталанбайтын орналастырулар саны. Ол дегеніміз ank тең n факториал бөлінген n минус k факториал формуласымен есептеледі. Келесі 8-2 есеп. Яғни бұл жерде алмастыру формуласы арқылы шығаруға есептер берілген. Ал бастайық. Ол мысалға P4, яғни 4-тің факториалы. Ол дегеніміз 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4-тен 24 болады. Содан кейін P6, ол дегеніміз 6-ның факториалы, яғни 1-ден 6-ға шейін көбейтеміз. Сол кезде бізде 720 жауабы болады. Содан кейін P7 бөлінген P5, яғни ол дегеніміз 7 факториал бөлінген 5 факториал. 5 факториал 7 факториал 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 деп біз жаза аламыз. Сонда 5 пен 5 қысқарып кетіп 6 көбейтілген 7 бізде 42 болады. Енді P6 бөлінген P8. Бұны да дәл солай өрнектей аламыз, яғни 6 факториал бөлінген 8 факториалды біз 6 факториал көбейтілген 7 көбейтілген 8 деп жазып аламыз. Сол кезде 1 бөлінген 7 көбейтілген 8, сол кезде 56-дан 1 болады жауабы. Содан кейін P8 бөлінген P7 қосылған P5 бөлінген P6, бұл дегеніміз 8 факториал бөлінген 7 факториал қосылған 5 факториал бөлінген 6 факториал. Яғни 8 факториалды біз 7 факториал көбейтілген 8 бөлінген 7 деп жазып аламыз. 7 факториал мен 7 факториал қысқарып кететін болады. Ал келесін біз 5 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 6 деп жазып аламыз. Сол кезде 5 факториал мен 5 факториал қысқарып кетіп 8 қосылған 6-тан 1 қалады. Сол кезде 8,6-тан 1 деген жауап шығады. Енді P9 бөлінген P7 минус P7 бөлінген P5 тең болады 9 факториал бөлінген 7 факториал азайтылған 7 факториал бөлінген 5 факториал. Сонда жауабы 7 факториал көбейтілген 8 көбейтілген 9, ол бөлеміз 7 факториалы екеуі қысқарып кетеді. 7 факториалдар 8 көбейтілген 9 қалады. А келесінде 7 факториалды біз 5 факториал көбейтілген 6 көбейтілген 7 деп жазып аламыз. Сол кезде оны бөлінген 5-ге, ол 5 факториалдар қысқарып кетіп 6 көбейтілген 7 қалады. Сол кезде бізде жауабы 72 азайтылған 42, сол кезде 30 болады. Келесі есеп 3334 саны өзгеретіндей етіп цифрлардың санын табу керек. Яғни біз цифрларды алмастыру керекпіз. Демек бізде 4 цифрды ауыстыру керек. Сол кезде біз 3343, 3433, 4333 деп 3 комбинация ала аламыз. Сол кезде бізде жауабы 3 болады. Келесі 3334 саны өзгермейтіндей етіп цифрларды алмастыру қажет. Ал оны санын табайық. Демек формулаға қоямыз. Формуласы 4 факториал бөлінген 3 факториал. 4 факториалды 3 факториал көбейтілген 4 бөлінген 3 факториал деп жазып аламыз. Сол кезде жауабы бізде 4 қалады. Келесі комбинаторика сөзі өзгермейтіндей етіп әріптерді алмастыру санын табу керек. Сонда бізге бір әріптің қайталану санын табу керек. Бізде К екірес, О екірес, А екірес және И екірес қайталанып тұр. Яғни біз оларды алмастырсақ, сол кезде бізде жауабы 4 болады. Яғни 4 әріп 2 реттен кездесіп тұр. Келесі 8-4 есеп. Bir цифр 2 рет қайталанбайтындай 6, 7, 8, 9 цифрларынан құрастырылатын 4 таңбалы сандар қанша? Демек бізге қайталанбайтын алмастырулар формуласын қолдану керек. Ол дегеніміз мысалы тең 4 факториал болады. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 тең 24-ті береді. Жауабы 24. Екіншісі 3 бұрыш, дөңгелек және квадратты түстері әртүрлі болатындай етіп көк, қызыл және сары түстермен бояу тәсілдерінің санын табу керек. Бұл есепте де алмастырулар формуласын қолданамыз. Яғни P-ның тең болады 3 факториал, сонда жауабы болады 6. Келесі жарысқа қатысушы 7 ойыншыға 7 орынды үлестірудің қанша тәсілі бар дейді. Бұл да дәл солай. Яғни біз алмастыру формуласына қойсақ 7 факториал болады. Ол дегеніміз 1-ден 7-дің көбейтіндісі, 7-ге дейін көбейтіндісі, ол дегеніміз 5040. Жауап 5040. Келесі 8-5 есеп, яғни есептендір деп тұр. Бізге орналастыру формуласы берілген. Яғни мысалы А 7-ден 4 дейді. Формуланы еске түсірейік. Мысалға осындай орналастыру формуласы ол А n-нан k-ға тең болады. Сонда n факториал бөлінген n минус k факториал болады.
осы формулаға салайық. Енді а 7-тен 4 дегеніміз 7 факториал бөлінген 7 минус 4 факториал. Сол кезде бізде болады 7 факториал бөлінген 3 факториал. 7 факториалды 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7 бөлінген 3 факториал деп жазып аламыз. 3 факториалға қысқарып, қалған көбейткен кезде 840 болады. Екіншісі а 5-тен 4. Ол кезде 5 факториал бөлінген 5 факториал 5 азайтылған 4 факториал болады. Сол кезде 5 факториал бөлінген 1 факториал. Бірдің факториалы өзіне 1-ге тең болады. Сол кезде 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 тең 120. Ал енді 8-де 6-шы есеп шығарайық балалар. Бұл есептің шарты есептендір деген, яғни ax-тен 1-тен 2 деген шартты қанағаттандыра, соны тексерейік. Ол дегеніміз орналасу формуласына қоямыз. Ол дегеніміз x факториал бөлінген x минус 1 факториал болады. Тен 2, содан кейін x минус 1 факториал көбейтілген x деп x факториал жазып аламыз. Сол кезде ол x минус 1 факториалмен қысқарады. Содан шығатын жауап бізде x-іміз тен 2 шартты қанағаттандырып тұр. Енді келесіміз ax-тен 1-тен 2x деген берілген. Бұл жерде де дәл солай x минус 1 факториалды қысқарту үшін x факториалымызды x минус 1 факториал көбейтілген x деп жазып аламыз. Содан кейін x тен 2x деген жауап шығады. Бірақ та бұл жерде екеуі бір-біріне тең болмағандықтан бұл құр жиын болады бұл жауап. Үшінші есебіміз ax-тен 2 тең болады 2x. Дәл солай x факториал бөлінген x минус 2 факториал тең болады 2x. X факториалды x минус 2 факториалмен қысқарту үшін x минус 2 факториал көбейтілген x минус 1 көбейтілген x бөлінген x минус 2 факториал деп аламыз. Сол кезде жауабым тең болады 2x. Сол кезде шығатыны x квадрат минус 2x тең 2x. Оны жіктесек, x көбейтілген жақшан ішінде x минус 3 тең болады 0. Сонда жауабы x тең 3 болады. Бұл шартты қанағаттандырып тұр. X-іміз тең 3-ке. Ал енді төртінші есебіміз ax-тен 2 тең 3x қосылған 2, 12. Сол кезде x факториал бөлінген x минус 2 факториал болады тең 3x қосылған 12. x минус 2 жақшан ішіндегі факториал x минус 1 көбейтеміз x-ке бөлінген x минус 2 факториал. Сол кезде 3x қосылған 12. Біз бұл шартты қарастырамыз. Сонда қысқартып бұл жерде шыққан амал бізде x квадрат минус 2 тең болады 3x қосылған 12. 3x-ті сол жаққа шығарып, оны жіктеген кезде x қосылған 2 көбейтілген жақшан ішінде x минус 6. Сол кезде бізде тең 0. Сол кезде жауабымыз x тең 6 шығады. 20 оқушыдан сынып басшысы мен спорт жұмыстарына жауап берушіні таңдаудың қанша тәсілі бар деп сұрап тұр есептің шартында. Сол кезде біз орналастыру формуласын қолданамыз. А 20-да 2 деп жазып аламыз. 20 факториал бөлінген жақшан ішінде 20 минус 2 факториал болады. Сол кезде 20 факториал бөлінген 18 факториал. 18 факториал қысқарту үшін 18 факториал көбейтілген 19 көбейтілген 20 бөлінген 18 факториал деп жазып аламыз. Сол кезде 19 көбейтілген 20 тең болады 380. Ал екінші есебіміз 3, 4 және 5 бағаларын бірін екі оқушыға қоюдың қанша тәсілі бар деп сұрап жатыр. Бұл есептің шешімі тәуелсіз болады. Біз екі оқушыға кез келген бағаны қоя аламыз. Яғни кез келген бағаны қоя аламыз дегеніміз, мысалға бірінші оқушыға біз 3 деген бағаны қойсақ, екінші оқушыға біз 4 және немесе 5. Мысалы бірінші оқушыға 4 деген бағаны қойсақ, екінші оқушыға 3 немесе 4 бағасын қоямыз. Дәл солай мысалы 5 пен де. Сондықтан бұл есептің жауабы 3 көбейтілген 3 тең болады 9. Сол есептің жауабы 9. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.